Сәлеметсіздер ме? Атомның құрылысы бойынша тарауды жалғастырамыз, және бұл видеода біз изотоптармен танысамыз. Өткен видеоларда біз атомның құрылысымен танысып, периодтық жүйедегі атомның элементі жайлы көптеген дерек ала алатынымызды қарастырдық. Мысалы, атомның периодтық жүйедегі атомдық нөмірі бойынша біз оның ядросындағы протондар санын, ал протондар саны оның ядро зарядына сәйкес екенін көрдік. Мысалы, көміртектің протондар саны 6, ядро заряды плюс 6 болып келеді. Титанның протондар саны 22 және ядро заряды плюс 22-ке тең болып келеді. Әрбір элементте өзіне ғана сай атомдық нөмір болғандықтан, атом ядросындағы протондар саны атомның қай элемент екенін анықтайды. Онда біз келесі 3 мысалды қарастырайық. Осы 3 атомның ядролары бір-бірінен ажырасатынын көріп тұрмыз. Бірінші атом ядросында 1 протон, екінші атом ядросында 1 протон және 1 нейтрон, үшінші атом ядросында 1 протон және 2 нейтрон бар. Осы 3 атомның барлығында да 1 протон болғандықтан, олардың барлығының да атомдық нөмірі 1, яғни олар барлығы да сутек атомы болып келеді. Алайда, осы 3 сутек атомның құрылысы әртүрлі. Себебі олардың нейтрондар саны әртүрлі. Сонымен қатар протондар мен нейтрондар саны бізге атомның массалық санын беретіндіктен, осы 3 атомның массалық саны да әртүрлі болып келеді. Мысалы, бірінші атомда 1 протон және нейтрондар саны 0, сондықтан екеуін қосатын болсақ, массалық нөмірі 1-ге тең. Екінші атомда 1 протон және 1 нейтрон қосатын болсақ 2, және мына атомның массалық нөмірі 2-ге тең. Үшінші атомда 1 протон және 2 нейтрон қосатын болсақ, массалық саны 3 болып келеді. Осындай атомдарды, яғни атомдық нөмірі бірдей, немесе олардың протон сандары бірдей, алайда массалық саны әртүрлі және нейтрондар саны әртүрлі атомдарды біз изотоптар деп атаймыз. Изотоптарда атомдық нөмірі бірдей болғандықтан, олар бір элементке жатады. Массалық саны 1-ге тең сутек изотопы протий, массалық саны 2-ге тең сутек изотопы дейтерий және массалық саны 3-ке тең сутек изотопы тритий деп аталады. Белгілі бір элементтің изотоптары осылай басқаша аталатын жағдай тек қана сутекке тән. Басқа элемент изотоптары осындай атауларға ие емес. Сондықтан сутектің 3 изотопының атауларын білу қажет. Изотоптарда нейтрон саны әртүрлі болуына қарамастан, олардың құрамындағы электрон саны протон саны сияқты бірдей болады. Яғни, сутек изотоптардың барлығында да 1 электрон және электрондық конфигурациясы 1s1 болып келеді. Сол себепті изотоптардың химиялық қасиеттері де бірдей болады. Мысалы, протийді алатын болсақ, құрамында протий бар сутек молекуласы оттекпен әрекеттесіп, су молекуласын түзеді. Бұл су молекуласының құрамында 2 протий атомы бар. Бұл қарапайым су. Және бұл жерде массалық санды көрсетудің негізі қажеті жоқ. Яғни біз тек қана H2O деп жаза аламыз. Ал дейтерийді алатын болсақ, құрамында дейтерий бар сутек молекуласы, ол да оттекпен әрекеттесіп, тап солай су түзеді. Бұл да су молекуласы. Бұл су молекуласының құрамында 2 дейтерий атомы бар. Алайда бұл су молекуласының молекулалық массасы әртүрлі болғандықтан, біз оны ауыр су деп атаймыз. Себебі дейтерийдің массалық саны көріп тұрғандай, протийға қарағанда 2 есе жоғары. Бұл ауыр су деп аталады, немесе оны сонымен қатар дейтерий оксиді деп те атайды. Яғни, изотоптардың массалары әртүрлі болуына қарамастан, олардың химиялық қасиеттері бірдей болады. Берілген элементтің изотоптары табиғатта бірдей қатынаста кездеспейді. Изотоптарды табиғи және жасанды деген 2 топқа бөле аламыз. Мысалы, сутектің 2 изотопы протий және дейтерий бұл табиғи, яғни табиғатта кездесетін изотоптар, ал тритий болса, бұл жасанды изотоп болып келеді. Протийдің табиғатта таралуы, массалық үлесі табиғатта таралуының 99,984%-ға тең. Дейтерийдің массалық үлесі таралу бойынша табиғатта 0,10 мыңнан 115%,
Ал тритий бұл жасанды изотоп болғандықтан ол тұрақсыз болып келеді және ол табиғатта кездеспейді. Бұл радиоактивті изотоп. Бұл не деген сөз? Егер мен табиғаттағы барлық сутек атомдарын алатын болсам, онда барлық сутек атомдардың массасының 99,984% протий болып келеді, ал 0,10,115% бұл дейтерий болып келеді. Енді өткен видеода біз периодтық жүйені қарастырған кезде периодтық жүйеде көрсетілетін масса бұл атомның орташа салыстырмалы массасы болатынын мен айтып кеттім. Салыстырмалы атомдық массамен біз өткен видеода таныстық. Ол үшін жоғарыда шыққан сілтемеге басуыңызға болады. Ал орташа салыстырмалы атомдық масса не екен? Орташа салыстырмалы атомдық масса бұл осы элементтің табиғи изотоптарының орташа массасына сәйкес болып келеді. Сіз алгебрада орташа мәнді есептеуді үйренген боларсыз. Орташа салыстырмалы атомдық масса тап солай есептеледі. Бұл үшін біз біріншіден мына пайызды бөлшекке айналдырамыз. Бұл үшін пайызды 100%-ға бөле саласыз. Мысалы, 99,984% бұл 100-ге бөлетін болсақ, мынандай бөлшек береді, және 0,10,115%-ды 100%-ға бөлетін болсақ, 0,000115. Мынандай сан шығады. Бұл бөлшекпен берілген массалық үлестер. Енді біз орташа салыстырмалы атомдық массаны табу үшін осы табиғатта таралу үлесін оның салыстырмалы атомдық массасына көбейтіп барлығын қосамыз. Мына формулада көріп тұрғандай, біз белгілі бір элементтің орташа салыстырмалы атомдық массасын есептеу үшін сол элементтің бірінші изотопының салыстырмалы атомдық массасын оның табиғатта таралуына көбейтеміз. Қосамыз екінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы көбейтілген оның табиғатта таралуы. Қосамыз үшінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы көбейтілген оның табиғатта таралуына. Бұл элемент изотоп санына байланысты болып келеді. Яғни сізде 4 изотоп болса, онда 4 изотопты осылай қосасыз. Сутекте 3 изотоп, сондықтан жаттығу ретінде сутектің 3 изотопының табиғатта таралу пайызына негізделіп, оның орташа салыстырмалы атомдық массасын есептейік. Бірінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы, есіңізде болса, салыстырмалы атомдық массаның өлшем бірлігі жоқ. Өлшем бірлігі жоқ, себебі бұл салыстырмалы масса. Бірінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы 794. Оны көбейтеміз оның табиғатта таралу үлесіне. Қосамыз екінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы. Көбейтеміз оның табиғатта таралу үлесіне. Және үшінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы көбейтеміз. Бұл тұрақсыз, яғни ол 0-ге көбейтіледі. Енді осыны есептеп шығаратын болсаңыз, менде шамамен 1,08 шығады. Басқаша сіз пайызды бөлшекке айналдырмай, осы табиғатта таралу пайызды массалық үлесін салыстырмалы атомдық массаға көбейтіп тап солай, және ең соңында 100%-ға бөле аласыз. Сонда сізде тап сол жауап шығады. Енді келесі есепті шығарып көрейік. Сурьманың табиғи 2 изотопы бар. Бұл сурьма 121, оның табиғатта таралу үлесі берілген, және сурьма 123, оның да табиғатта таралу үлесі берілген. Бұл екеуі массалық үлестер. Изотоптардың массалары сәйкесінше 120,904 және 122,904 массаның атомдық бірлігі. Сурьманың орташа салыстырмалы атомдық массасы қаншаға тең? Бізге орташа салыстырмалы атомдық массаны табу керек. Енді біз сурьманың 2 изотопын жазып алайық. Бізде біріншіден сурьма 121 берілген. Оның табиғатта таралу үлесі 57,121%. Немесе оны бөлшекпен жазатын болсам, 100-ге бөлесіз, яғни бұл 0,5721 болады. Енді осы сурьма 121 изотопының массасы, бір атомының массасы 120,904 массаның атомдық бірлігі. Бір атом, бұл сурьма 121, 120,904
мыңнан 904. Бұл не деген сөз? Бұл оның салыстырмалы атомдық массасы. Сандық жағынан тап солай. Мына жерде массаның атомдық бірлігі болады. Ал салыстырмалы атомдық масса тап солай сандық жағынан бірдей, бірақ өлшем бірлігі жоқ. Бұл бірінші изотоп, екінші изотоп сурьма 123. Тап солай жазып аламыз. Оның табиғатта таралуы 42,179%. Оны бөлшекке айналдыратын болсақ, 100-ге бөлеміз. 0,10 Енді тап солай оның бір атомының массасы берілген. Бұл 122,904 массаның атомдық бірлігі. Яғни салыстырмалы атомдық масса сандық жағынан тең 122,904. Өлшем бірлігі жоқ. Енді орташа салыстырмалы атомдық массаны есептеу үшін біз осы формуланы қолданамыз. Яғни біз сурьманың орташа салыстырмалы атомдық массаны есептеу үшін бірінші изотопы, бұл сурьма 121, оның атомдық массасы, салыстырмалы атомдық массасы 120,904. Көбейтеміз табиғатта таралуына. Қосамыз екінші изотоп 122,904. Көбейтеміз табиғатта таралуына 0,4279. Енді есептеп шығаратын болсақ, менде 121,760 шығады. Бұл сурьма элементінің орташа салыстырмалы атомдық массасы. Келесі есеп, хлордың табиғи екі изотопы берілген. Бұл хлор 35, табиғатта таралу көрсетілген, және хлор 37. Тап солай табиғатта таралу пайызы көрсетілген. Хлордың салыстырмалы атомдық массасы нешеге тең? Бұл жерде бізге мына есептей әрбір изотоптың массалары бұлай берілмеген. Алайда біз бұл жерде осылай берілмесе, массалық санын қолдана аламыз. Яғни бізде екі изотоп бар. Біріншіден бұл хлор 35, оның табиғатта таралуы 75,5%, немесе бұл бізде 0,755-ке сәйкес келеді. Оның салыстырмалы атомдық массасын мен массалық санына сандық жағына сәйкес етіп аламын. 35 деп аламын. Екінші изотоп, бұл хлор 37, оның табиғатта таралуы 24,5%, немесе оны бөлшек ретінде жазатын болсам 0,245, және оның да салыстырмалы атомдық массасын мен оның массалық санына сандық жағынан сәйкес етіп аламын, яғни 37-ге тең болады. Енді хлордың орташа салыстырмалы атомдық массасы мына есепте орташа болу керек. Бірінші изотоп салыстырмалы атомдық массасы 35. Көбейтеміз оның табиғатта таралуына. Қосамыз екінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы. Көбейтеміз оның табиғатта таралуына. Менде 35,5 шығады. Және бұл периодтық жүйеде хлорды қарасаңыз, оның орташа салыстырмалы массасына сәйкес келеді. Келесі есеп, бордың табиғи екі изотопы белгілі. Бұл бор 10 және бор 11. Олардың салыстырмалы массалары сәйкесінше көрсетілген. 10,10,129 және 11,10,093. Бордың орташа салыстырмалы атомдық массасы 10,181 болса, әр изотоптың массалық пайызын анықтаңыз. Бұл есепте бізге бордың екі изотопы берілген. Яғни бізде бор 10 бар. Оның салыстырмалы атомдық массасы 10,10,129. Және екінші изотоп, бұл бор 11, оның салыстырмалы атомдық массасы 11,10,093. Енді назар аударыңыз. Бізге бірінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы белгілі, екінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы белгілі, және осы бордың
орташа салыстырмалы атомдық массасы белгілі. Бізге олардың табиғатта массалық пайызын табу керек. Бұнда есеп тек қана екі изотопы бар атомдар үшін беріледі. Себебі әрбір изотоптың табиғатта таралу массалық пайызы қосылғанда 100%-ға тең болу керек. Бұл не деген сөз? Егер бірінші изотоптың табиғатта таралу x пайыз болса, онда екінші изотоптың табиғатта таралуы 100 минус x-ға тең болады. Немесе мен оны пайызбен шығармай, бөлшекпен шығаратын болсам, онда бірінші изотоптың табиғатта таралуы x болса, екінші изотоптың табиғатта таралуы 1 минус x болады. Себебі біз пайызбен емес, бөлшекпен көрсетеміз. Енді осы x-ті қолданып, мына формулаға қояйық оны. Бордың орташа салыстырмалы атомдық массасы бізге белгілі. Бұл үшін біз бірінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы көбейтеміз оның табиғатта таралуына. Бұл x бізде. Қосамыз екінші изотоптың салыстырмалы атомдық массасы көбейтеміз оның табиғатта таралуы. Бұл 1 минус x деп алдық. Және осының барлығы бізде тең болады 10/181-ге. Енді бұл қарапайым теңдеу, математикалық теңдеу. Бұны шығарып көрейік. Мен жақшаны ашамын. Енді x-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Мен x-терді оң жаққа жинаймын, сандарды сол жаққа жинаймын. Онда менде мынандай теңдеу шығады. Енді мен азайтамын барлығын. Мына жерде менде 0,10,000-1993 шығады. Оң жақта 0,10,099,64 x. Енді x табу үшін 0,10,000-1993-ті 0,10,000-9964-ке бөлеміз. Сонда менде 0,20 шықты. Яғни бірінші изотоптың табиғатта таралуы 0,20, немесе оны 100%-ға көбейтетін болсам 20%-ды береді. Онда екінші изотоптың табиғатта таралуы бұл 100 минус 20, яғни 80%. Немесе оны бөлшекпен жазатын болсақ, бірден айтқанда 0,180 шығады. Енді бұл видеода біз изотоптармен таныстық. Изотоптар дегеніміз атомдық нөмірі бірдей, яғни протондар саны бірдей, алайда массалық саны әртүрлі, немесе олардың нейтрондар саны әртүрлі. Мына сутек мысалдан көріп тұрғандай атомдар. Изотоптар бұл бір элементке жататын атомдар, және изотоптардың біз орташа салыстырмалы атомдық массасын есептеуді үйрендік. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазуыңызға болады, және бұл видео ұнаса лайк батырмасын басып, біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.